Сәлеметсіздер ме? Әсел Үмбет каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздің Тым бөлек подкастының кезекті бөлімі, жаңа жылдық бөлімі. Барлығыңызды келіп жеткен жаңа жылмен құттықтаймын шын жүректен. Және де біздің бүгінгі подкасттың берекелі қонағы, жаңа жылдық қонағы Гүлмира ханым. Қош келдіңіз. Қош келдік. Рахмет сізге. Мен осы 2024 жылғы подкасттың бірінші қонағы болуға өте қуаныштымын. Сіздерге үлкен бақыт тілеймін. Жаңа жылды күшті қарсы алдыңыздар деп үміттенемін. Қалай келдіңіз? Тамаша. Біздің қала ұнап жатыр ма? Өте ұнап жатыр. Иә, керемет. Өзіңіз туралы кішкене таныстырып өтсеңіз, бізде мүмкін сізді білмейтін бізде аудитория болуы мүмкін. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз толығырақ. Әрине. Менің есімім Гүлмира Қанатқызы. Ағылшын тілін 10 жыл бойы беріп келемін. Және де онлайнға көшкеніме 4 жылдай болды. Әрине басында қиналдық, бірақ бәрібір жеттік. Өзім әртүрлі жерлерде жұмыс істегенмін. Біріншіден мектепте жұмыс істедім, содан соң колледждерде, неше түрлі әдістемелік орталықтарда енді көп тәжірибе жинадым. Және де сізге келіп керемет. Иә, енді офлайннан неге кеттіңіз, не түрткі болды ол жақпен қоштасуға? Мектепте жұмыс істеген басында мен өте балаларды жақсы көремін. Сабағымды өте жақсы көремін, бірақ мұғалімдерге қарап, олардың кішкене сәл бір орында тоқтап қалатынын көрдім. Мен ағылшын тіліме өте қиын жолмен жетіп, ағылшын тілімді ұмытып қалғым келмейді. Сондықтан мектептен кетуге мәжбүр болдым. Сіздің айтқыңыз келгені мүлдем даму болмай қалды. Ол жерде жаңағы күнделікті план жазу, планмен жұмыс жасау, белгілі бір кітаппен ғана жұмыс жасау сізге бір креатив немесе бір даму берген жоқ. Сіз бір орында тұрып қалғандай сезімде болдыңыз. Сондықтан да сіз мен бұндай нәрсеге шыдамаймын, мен мұғалім болғаннан кейін ары қарай даму керекпін деген оймен сіз офлайннан кеткен сияқтысыз ғой, иә, былай қарағанда. Қағаздың астына көмілдік. Қағаз, енді ол жақты, жоспар жазу, барлығы. Иә, дұрыс айтасыз. Енді онлайнға келген кезде онлайнда қандай қиындықтар болды? Неге или керісінше оңай болды ма сізге? Басында өте оңай көрінді, өйткені үйде отырып сабағыңды жүргізе бересің, тамаша. Бірақ кейін өзім студенттер ала бастап, расписанием толып кетті. Бір күнде 11-12 сабақтарым болып, выгорание ұстадым. Burnout болды. Қалай ол выгорание, burnoutты, кәсіби шаршауды жеңдіңіз? Не істедіңіз? Жоспар арқылы, әрине де. Содан кейін өзімнің өміріме спорт қостым. Спорт, жүзу, би, соларды өзіме денеме күтім жасап, ары қарай барлық жақтарымда да оңайды. Баланс болды ғой сізде. Получается, сіз жаңағы тек қана басында қатты сабаққа беріліп кірісіп кеткенсіз. Енді 15-11 группа деген, мен бұрында да өзім осыдан 8 жыл бұрын сөйтіп сабақ беретін тұғым, менде сол қатты выгорание ұстап, содан кейін қойып кеттім. Иә, сондықтан да енді бұл жерде дұрыс жасағансыз. Негізі бұл жерде баланс болу керек, өйткені қатты сабаққа беріліп, жұмысқа беріліп кететін болсаңыздар, иә, шынымен де burnout болады, кәсіби шаршау болады. Енді одан шығу қатты қиын болуы мүмкін. Одан кейін депрессияға кіріп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да өзіңізді жаңа спорттан тауып, биден таптыңыз, тағы да басқа нәрселерге жазылдым дедіңіз, сіз өткенде? Иә, мен әуе акробатикасы дейді, соған жазылдым, және де жүзу. Сол 2023-те мен жүзуді үйрендім. Күшті. Керемет. Міне осылай кәсіби шаршаудан шығаламыз, иә. Енді қазіргі таңда енді барлығы осы мына желтоқсан бітті, енді қазір алдымызда мына қаңтар, ақпан, көбісі осы 2 айдың көлемінде біздің жаңағы мұғалімдер болсын, иә, басқа адамдар болсын, олар ойлана бастайды. Біз қалай дамимыз 2024-те деген өздеріне сұрақ қоя бастайды. Және де бұл сұрақ өте дұрыс сұрақ негізі. Любой әрбір өзін кәсіби маман ретінде танитын адам өзін сөйтіп ойлайды. Мен қалай дамимын? 2024-те қалай дамимын? Қалай өссем екен деп өздеріне сұрақ қоя бастайды, иә? Енді сіздің ойыңызша 2024-те әрбір мұғалім, ұстаз қалай дами алады? Негізінде бұл тамаша сұрақ, өйткені әр адам шынымен де даму керек, бір орында қалып қоймауымыз керек емес. Және де біздің оқушыларымыз, немесе бізге келетін клиенттеріміз, олар біздің өзіміздің істеген ісімізді жақсы көріп, біліп, танып істеп жатқанымызды көрсе, олар бізге келе бастайды. Енді көріп отырсыздар, Әсел ханымның оқушылары көп, өйткені білет үлкен, профессионал екен. Енді рахмет. Енді мұғалімдікке келетін болсақ, әрине мұғалім
беретін сабағын білу керек. Осы жерде ағылшын тілі туралы айтып кеткім келеді. Ағылшын тілін дамытудың екі жолы бар бізде. Біз оны ақысыз түрде де, ақылы түрде де дамыта аламыз. Ақысыз түрлерін айтып кетейік. Ол мысалы елшіліктер ұйымдастыратын спикинг клубтарға баруға болады. Өйткені олар барып тұрады, қалаларда болып тұрады. Кешіріңіздер, мен орыс мектебінде, орыс университетінде оқығам, енді кейбір кезде сөздерді шатастыру мүмкін. Содан кейін нәрсе етпейді, араластыра беруге болады. Бұл подкастта барлығы болады. Содан соң YouTube бар бізде. Қандай тамаша, YouTube'та көптеген мұғалімдерге арналған advanced Englishқа байланысты көптеген сабақтар бар. Соларды көруге болады. Келесі өзімізге study buddy табуға болады. Мысалы, тура біздің деңгейімізге сай адамды тауып, онымен кездесіп, онлайн түрде немесе офлайн түрде бір жерге барып шай ішіп, бір кез келген грамматикалық тапсырманы немесе методикалық бір жайтты талқылауға болады. Ары қарай айтып кететін болсақ, Инстаграмда көптеген мұғалімдер қазір басында ақысыз түрде марафондар, курстар өткізеді, соларға да қатысуға болады. Және де чат, GPT, AI көмекке келеді осы жерде. Сол арқылы да кішкене бір сайттарды тауып, сол арқылы сөйлемдер жазып өзіңізді дұрыстауға болады. Және де сайттар, көптеген сайттар бар, мұғалімдерге де, оқушыларға да өзінің listeningді немесе readingді, басқа да скиллдарды дамыта алатындай. То есть, получается, бұл жерде дамыйм деген адамға шек жоқ. Әрбір мұғалім 2024-те қалай дамыймын деп ойлайтын болса, ең бірінші осы ақысыз, тегін вариантты қарастыру керек. Яғни ол деген жаңағы айтып өткендей сайттар, сайттар дегенде жаңағы сайттар арқылы қандай да бір белгілі бір өзіңізге ұнатқан бір қандай да бір мақаланы алып, сол мақаланы мысалға оқып, оны өзіне түсінік айтып, ішіндегі жаңа сөздермен жұмыс жасап, оны мысалға жаңағындай study buddyмен басқа жерге барып, немесе онлайн, немесе офлайн талқылап, осылай мысалға дамуға да болады. То есть даму жолдары өте көп. Одан басқа да мысалға тегін вебинарлар болып жатады, тегін мастер-класс, workshoптар болып жатады. Соларға қатысып, жаңағы әрбір мұғалім өзінің кәсібилігін дамыта алады. Окей, бұның барлығы енді ақысыз, тегін. Ал енді қалай ақылы дамыта аламыз, не істей аламыз бұл жерде? Ақылы түрде енді өзіміз білетін мұғалімдер бар, неше түрлі курстар бар, соларға жазылуға болады. Өйткені біз айтып кеткендей, оқу ұят емес. Егер де сіз маман болсаңыз, егер де өзіңіздің мамандығыңызды жақсы көріп, оны жақсартам десеңіз, оқу ұят емес. Басқа да мұғалімге барып оқуға болады. Міндетті түрде тілмен жұмыс жасалыну керек. Тілмен жұмыс жасау үшін өзіңіз де мысалы тіл маманы болсаңыз, немесе өзіңіз математик болуыңыз мүмкін, басқа да өзіңізден кәсібилігі өте жоғары мамандардан білім алу, ол шынымен де ұят емес. Қазіргі бұл осы келе жатқан, енді бұйыртса осы подкастта сол трендтер туралы айтамыз. Сол трендтердің ішіндегі ең топовый трендтердің бірі де осы, мысалға то, что адамдар қазір жаңағы lifelong learningге өте қатты көңіл бөлініп жатыр. Бұрындағыдай жаңағы дипломды қолға алып болғаннан кейін жоқ, болды, мен маманмын, мен супер топ-ноч профессионалмын деп айта алмаймыз біз. Одан кейін де университетті бітіргеннен кейін біздің негізгі дамуымыз басылады. Сондықтан да біз бұл жерде ұят емес, тілмен егер де бір проблема болатын болса, деңгейлік курстарға жазылуға болады, немесе тағы да қайда жазылуға болады? Егер де біз воркшоптарға немесе консультацияларға баруға болады. Егер методиканы айтатын болсақ, әрине методика ол да үлкен әңгіме. Біз неше түрлі сайттар тауып, оларда да оқуымыз мүмкін. Және де әрине TKT, TESOL, Delta, оны ешкім отменять еткен жоқ, сондықтан әрине соларға да болуға болады. Немесе IELTS. Ең мысалы, егер де тілмен сізде проблема, өзіңіз көресіз, тілмен бір кішкене шорқақтаусыз, жақсы сөйлей алмайсыз, немесе сөздік қорыңыз төмен болатын болса, бұл жерде міндетті түрде жаңағындай IELTS-ты тапсырып көруге тырысу керек, егер де деңгейіңіз енді upper intermediate жоғары болатын болса, сол кезде ғана. Енді жаңағы методика жағынан болса, сіз айтып өткендей, Гүлмира ханым айтып өткендей, жаңағы мастер-класстар бар, жаңағы неше түрлі TKT, немесе TESOL тапсыруға болады, CELTA-ны тапсыруға болады деген, сондай өте-өте үлкен жаңағы курстарды өтіп шығуымызға болады. Енді олардың барлығы ақылы, оны алдын ала біз жоспарлау керекпіз, Немесе сонымен қатар жаңағы конференциялар, конференцияларға мысалы қатыссаңыз болады. Сол жерде басқа да мұғалімдер, дамып жүрген мұғалімдермен араласып, бірге дамысаңыз болады, мысалға осылай. Тағы да қандай?
иә, қалай әрине тағы да қалай дайындаламыз? нетворкинг өте көмектеседі. Өйткені басқа мұғалімдерге қарап біз өзімізді салыстыра тұрып, немесе мен де осындай болам деп өзімізге жоспар қоюымызға болады. Иә, бұл жерде мотивация, үлкен мотивация алып, иә, сонымен қатар қазіргі таңда, сонымен қатар егер де сізде белгілі бір, мысалы, методиканың белгілі бір жағында, мысалы, қандай да бір сіздерде бір проблема, мәселе болатын болса, бұл жерде біз не істей аламыз? Бұл жерде, мысалы, менторствоға жазылуға болады. Қазір өте дамып жатыр менторство деген. Бұрыннан келе жатқан трендтердің бірі, қазір енді одан сайын, бірақ дамып жатқан тоже бір услуганың түрі ғой, бірақ сондықтан да сіздерде сол менторствоға жүгінсеңіздер болады, немесе консультациялар алсаңыз болады. То есть дамудың жолдары өте көп. Бұл жерде тек қана өзіңіздің жаңағы желаниеңіз, иә, өзіңіздің құлшынуыңыз, қызығушылығыңыз болу керек міндетті түрде. Тағы да қалай дами аламыз 2024-те? 2020 енді дамудың көп жолы бар, барлық көбісін айтып кеттік біз сізбен. Енді ең бастысы бізге табандылық керек. Иә. Соны қадағалап отыруымыз керек. Егер де бастасақ, аяғына дейін сол істі апару керекпіз. То есть басында көбісінде жаңа басында мотивация ұрып тұрады. Өткенде біз Сәуле ханыммен жазғанбыз осы мотивация туралы үлкен подкаст. Сол жерде айтып өттік. Басында барлығы жанып тұрып, бастап кетуге дайын тұрады. Осы мен жаңа жылдан бастап спортқа қатысам, жаңа жылдан бастап деңгейді көтерем, жаңа жылдан бастап IELTS-қа дайындалам деген сияқты, иә. Немесе методикалық жағынан өзімді жаңағы шынықтырам деген сияқты сондай бір ойлар болуы мүмкін. Бірақ басында бастап кету мүмкін, бірақ енді соңына дейін оның белгілі бір нәтижесіне жетіп, жақсы бір жаңағы нәтиже алу үшін міндетті түрде жаңа сіз айтып өткендей табандылық керек. Сол табандылықтың арқасында ғана біз өзіміздің мақсаттарымызға, даму жолына түсе аламыз, иә. Бұлардың барлығы бірақ белгілі бір жоспар арқылы іске асып жатады. Қазір міне осы жылдың басы барлығымыз енді жоспар құрамыз. Мен міндетті түрде жоспар құрамын. Бір жылға жоспар құрамын. Ай, әртүрлі айға, мысалға күніне, апта сайын осылай жоспар қойып отырамын. Сіз ше, Гүлмира ханым, жоспар құрып үлгірдіңіз бе? Әрине, мен жоспарды өте жақсы көрем. Және менің осында келіп отырғаным ол да жоспар, алдын ала жоспарланған. Өйткені қазіргі уақытта уақыт табу өте оңай шықпайды, иә. Біз барлығымыз жұмыс істейміз, барлығымызда көптеген нәрселер бар істейтін. Сондықтан әрине де жоспар керек. Енді біз жаңа жыл туралы айтатын болсақ, бұл келе жатқан жыл, иә, 365 күн. Оған үлкен бір жоспар құру керек. Әрине де сіз ол жоспарды құраған кезде, ең басынан бастаған кезде сіз ойланасыз, мен не қалаймын деп. Енді визуализациядан бастауға болады. Әрине, мен қазір отырып, мен қай жерге өзімді апарғым келеді, мен қандай боламын деп. Бұл жерде я келісемін, толықтай міндетті түрде визуализация болу керек. Сіз өзіңіздің миыңызда бірінші сол нәрселерді иелену алу керексіз. Мысалға мен машина алғым келеді, үй алғым келеді, немесе жаңағындай қандай да бір үлкен бір курсты аяқтағым келеді, немесе мысалы спикер болғым келеді бір какой-то бір конференцияда деп, мысалға, сондай өзіңізге бір мақсат қойсаңыз, соны жоспарлау керек міндетті түрде. Жоспарсыз ол жоспарланбаған нәрсе қиындау. Соңына дейін жеткізу жоспарланса ғана, сол кезде ғана біз оны соңына дейін жеткізе аламыз. Ол жаңағы визуализация арқылы келеді. Яғни сіз өзіңіз жаңа айтып өткендей, бұл жаңағы миыңызда бір нәрсені елестетесіз. Соны елестетіп алып, сол нәрсеге жетуге тырысасыз, иә. Бұл ең бірінші жаңағы визуализация керек, ең бірінші. Одан кейін екінші нәрсе бізге не керек? Дұрыс жоспарлау үшін, мақсатқа жету үшін. Содан кейін біз енді неше түрлі методикаға көмек сұрауға болады, сол методикаларға жүгінуге болады. Сіз алдында айтып кеткен кайдзен методикасы бар, тамаша. Кайдзен методикасы тоже өте керемет, өзім жақсы қолданамын. Бұл жерде кайдзенде сіздер мысалға бірінші бастарыңызды полностью толықтай босатып алу керексіздер. Мысалға мен не қалаймын, барлығын өзіңіздің хотелкаларыңызды, армандарыңызды, мақсаттарыңызды каждый бүге-шүге дейін жазып шығасыздар. Так, мен мынаны қалаймын деп барлығын жаңағы миыңызды полностью босатып алу керексіз. Бәрін жазып болғаннан кейін барып сіз уже ойланасыз, окей, мынаны мен қалаймын ба, әлде бұл біреудің қалауы ма? Жаңағы навязанный нәрсе ме? Или шынымен де бұл нәрсе мен қалаймын ба, или бұл навязанный ма? Бұл нәрсе менің принциптеріме, менің құндылықтарыма сәйкес келе ме, әлде сәйкес келмей ме деген сияқты біз өзімізден сұрақ қою арқылы не істейміз? Біз жаңағы уже сортировать етеміз. Біз жаңа мақсаттарымызды, армандарымызды, хотелкаларымызды барлығын сортировать етеміз. Соның ішінен тек қана өзімізге жақын, құндылығымызға жақын, нәтиже әкелетін, өзімізге ұнайтын тек қана жаңа мақсаттарды қоямыз да, және оларға біз конкретно жаңағы қай уақытқа дейін сол нәрсеге жететінімізді
примерно жаңа жоспарлап шығамыз. Енді бұл кайдзен туралы жаңағы көптеген информация көп, ютубта да, гуглдан да қарасаңыздар болады. Бірақ менің жасайтыным осылай, мен ең бірінші бүкіл нәрсені жазып аламын. Ол 100 шақты нәрсе болуы мүмкін. Ол 10 шақты нәрсе болуы мүмкін. Бірақ мен ең бірінші жоспарлайтын нәрсем, ол ең бірінші мен нені жоспарлайды деп ойлайсыздар? Мен ең бірінші мен өзімнің демалысымды жоспарлаймын. Өйткені біз деген тоқтамай жұмыс істейтін адамбыз. Сондықтан да мен ең бірінші мен қайда барамын? Және ол нәрсеге қанша ақша керек? Кіммен барамын? Оларға қанша ақша кетеді? Киімің бар, жолың бар, тамағың бар, барлығын есептеп, сол сумманы шығарам, содан кейін барып, соны ең бірінші жоспарлап қойғаннан кейін ғана барып, мен уже басқа жоспарларға көше бастаймын. Сізде қандай? Бұл маған өте үлкен инсайт болып отыр. Өйткені біз кішкене workaholic-тармыз, сондықтан біз план жоспар құрған кезде сабақтарымды ойлаймын. Мен декомпозицияны бірінші ойлаймын. Қанша топ аламын, қанша адам жинаймын, табыс жағын ойлаймыз, ең бірінші жағы. Қанша спикинг клаб өткіземін деп. Бірақ бұл енді жаңа күшті инсайт болып отыр. Өйткені шынымен де демалу керек. Ол өте маңызды. Өзіңді сүймесең, енді ағзаң саған рахмет айтпайды. Сондықтан күшті. Міндетті түрде көріңіздер. Енді тағы да айтып кететініміз, әрине де план құрғаннан, визуализация жасағаннан кейін барлық мақсаттарыңызды сіз қағаз бетіне түсіру керексіздер. Қағаз бетіне ол түсірілмесе, ол ұмытылып кетуі мүмкін. Немесе сіз оны басқа желаниемен, басқа цельмен ауыстырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан тура осылай отырып, ойланып, кайдзен методикасымен, немесе былай барлығын басыңыздан алып дегенде медитация түрінде барлығын жазып алып, қағаз бетіне түсіру керек. Содан кейін анықтап аласыздар. Жаңа сіз сосын айтып кеттіңіз декомпозиция туралы, сол туралы толығырақ айтсаңыз. Декомпозиция енді ол жақсы нәрсе. Әрине ақшаны барлығымыз істейміз, жақсы көреміз. Сондықтан алдын ала жыл бұрын мен ойлаймын, мен осы жылы қанша табыс тапқым келеді. Мысалға, егер де сіздер 500 мың айына, немесе айына табам десеңіздер, сол ақшаны қалай таба аламын деп ойлануларыңыз керек. Мысалға, 50 мыңнан 10 адам алуға болады, топ жинауға 5 адамнан. Немесе де бірнеше спикинг клаб өткізіп, қанша топ алам десеңіз, соның барлығын сіз ойластырасыз. Яғни сол 500 мыңға қалай мен жете аламын дегендей. Күшті. То есть декомпозиция бізге өте қатты көмектеседі. Яғни біз жаңағы үлкен пілді бірден жемейміз. Біз деген оны бөлшектеп тастаймыз. Кәдімгідей tiny steps, конкретный action план жасаймыз. Декомпозиция деген өте негізі көмектеседі. Сондықтан да міндетті түрде қолданыңыздар. Сосын тағы бар нәрсе, карта желаний. Енді оны көбіміз істеген шығар. Менде де бір жерде жатыр. Журналдардан қиып, немесе распечатать етіп, солай жабыстырып қойғандарым. Енді жұмыс істейді. Өйткені мен елестетем, мен бар деп елестетем қолымда, жеттім деп елестетем. Және де сол елестету арқылы менің миым бір жол табады. Сол цельға қалай мен жетем деген бір жол табылады. Бұл жерде армандар картасы ғой, былай айтқанда. Ол да жаңағы визуализациямен кішкене байланысы бар, негізі, Гүлмира ханым. Өйткені жаңағы визуализация, жаңағы картада, армандар картасын жасағанда сіз мен мынандай болғым келеді, мен мынандай мен мына жаққа барғым келеді, мен үйткім келеді, менде мынандай болсам, бала шағам болса екен деген. Мен өзімнің ең бірінші армандар картамды тоже примерно 10 жыл бұрын ба, 12 жыл бұрын, 13 жыл бұрын ба жасаған екем. Оны мен жасағам, ол жерде жаңағындай мендегі күйеуге тигеннен кейін басты проблема жаңағы бала сүю болды да. Сол жерге жаңағындай мен суреттерін жабыстырып қойғам. Бүкіл барлығын менде қазір не бар, соның барлығын жабыстыра бергем ғой. Мен мына жерде отдыхать етемін, мына жерде демалам, мына жерге барам, мынандай нәрсе алам деп барлығын жазғам. И ол туралы шын мәнінде мен ұмытып кеткем. Көбісі айтады ғой, жаңағы бір жерге жабыстырып қою керек, соны қарап тұрсаң, саған ол жаңағы одан сайын тартады өзіне. Менде ондай болған. Мен оны істедім. И ұмытып кеткем ғой. Бір күні үй жинап жатырмын, 10 жылдан кейін қызым, бала шағам өсіп кеткен кезде қарасам тұр, қарап қалсам жаңағы өзім таң қалдым, Құдайдың құдіреті деймін да, жаңағы мен армандаған жаңағы армандар картасына жасаған, жабыстырған әр нәрсе барлығы тұр ғой. Тартып алсыз, Прям өзім таң қалып қалдым. Енді солай, так что армандар орындалады, армандау керек, армандарға сену керек.
жаңағы бүкіл методикаларды қолдану керек. И ол тек қана сеніп қана жабыстырып қана қойып, тыныш қана отырмай, бізге не істеу керек? Міндетті түрде акшн керек, яғни бізге іс-әрекет керек. Әрекет болмай ешқандай да мақсатқа жету мүмкін емес. Сондықтан да сіздер ең біріншіден әрекеттен бастау керексіздер, иә? Одан кейін тағы да қандай не айта аласыз? Қалай тағы да мықты жоспарлар құру методикалары бар? Енді біз өзіміздің өмірімізге көңіл бөлуіміз керек, сондықтан колесо балансыға жүгінсек болады. Яғни біз оны сыза отырып, қай жағымызда бізде жеткіліксіз зат істеп жатырмыз, иә? Қандай істер бізге керек? Мысалы, отбасы жағынан болуы мүмкін, иә, немесе финанс жағынан болуы мүмкін, денсаулық жағынан мүмкін. Сондықтан біз оны сыза отырып көреміз, мына жерде менде проседать етіп жатыр, значит, мен мынамен көбірек жұмыс жасауым керек деп, келесі жылға соған байланысты как раз жоспар құруға болады. Иә, өте дұрыс, өте дұрыс. Колесо баланса, яғни немесе дөңгелек, баланс дөңгелегі деп айтамын, енді қазақша точно білмеймін қалай болатын, бірақ өте күшті тоже методикалардың бірі, прям ананы сызған кезде, картаны алып, дөңгелетіп тұрып, кәдімгідей қараған кезде, қай жерде сіздерде минус, қай жерде плюс, қай жерді дамыту керек, қай жерді кішкене болса да жаңағы кішкене дамытпай қоя тұрсақ болады деген сияқты, сондай бір нәрсені қарау керек. Мен өмірі жыл сайын сызамын, жыл сайын менде денсаулық деген бір ғана шкала көтеріледі ғой. Басында көтерілсе жақсы ғой. Бұрын менде көтерілмейтін тұғын, то есть бір орында тұра беретін тұғын, денсаулыққа мен вообще қарамайтын. Тек қана ойым жаңағы даму деп. Сондықтан мен түсіндім, соны бірінші рет сызып қараған кезде түсіндім. Оқты, мен дұрыс емес нәрсе істеп жатыр екенмін, яғни мен денсаулыққа да көңіл бөлу керек екен деп. Кәдімгідей мен сосын тағы да бір жаңағы лайфхак, мен әрбір жылдың өзінің сөзін таңдаймын. Иә, мысалға өткен жылы менде мысалға кәдімгідей проблема болды, немен денсаулықпен мен прям health деген прям сөз қойдым. Яғни мен тек қана осы жылдар тек қана неге ғана көңіл бөлдім, денсаулығыма ғана бөлдім. Оның алдыңғы жылы мысалға менде отдых тұрды, то есть мен міндетті түрде жаңағы демалу керекпін. Оның алдыңғы жылы менде жаңағы бақыт тұрды. Яғни мен бақытты болу үшін барлығын жасау керекпін. То есть мен өзіме осындай бір сөздерді бір жыл сөзі деп айтады ғой, бір жылға керек. Оның алдында мысалы love деген сөз, то есть мен бүкіл адамға махаббатымды төгіп жүру керекпін деген сияқты. Сондай бір әрбір жылдың өзінің сондай несін таңдап аламын. Күшті екен. Бұл тура біздің дикшнеристер істейтін нәрсе. Иә, тура солай. Мен өзім студенттеріме сөйтіп істеткіземін. Студенттерім осы қарасына жылдың соңында барлығымыз New Year, Better Me деген сияқты, немесе Resolution жасап келген сондай тақырыптарды өтеміз. Сол кезде мен міндет етемін. Сіздер келесі жылдың бір сөзін таңдаңыздар. Ол, конечно, ол ойланып отырып, ойда жоқта келе салған нәрсе емес, ол деген ол жоспарлайды. Окей, маған не жетіспей жатыр? Сол не жетіспей жатыр, сол нәрсені жазамыз. Ақша жетіспей жатыр, значит, ақшаны бірінші орынға қоямыз. И соны жету үшін барлығын жасаймыз. Сондай. Тамаша техника екен. Тағы қалай жоспарлай аламыз? Қалай жетеміз? Құрағаннан кейін бізге әрине де оны қадағалап отыру керек. Мысалы біз осы аптан ішінде не істедік, бір ай ішінде не істедік, яғни каждый раз біз сол планымызға, жоспарымызға оралуымыз керек. Маған өте көмектескен нәрсе ол трекер, привычек. Күнделікті мысалға не істейтінді мен жазатынмын, мысалға оқу болсын, жаттығу жасау, онлайн жұмыс істеп жүрген кезде карантин уақытында даже серуендеу деген пункт болатын ішінде кино ұмытып кететінмін. Сондықтан тура солай сізді сол трекерді өзіңіздің мақсатыңызға орай істеп алуыңызға болады. Мысалға сіздің мақсатыңыз методикадан күшті даму, сондықтан сіз бірнеше кітап аласыз методикадан, енді сол жерге жазып қоясыз трекерға методиканың кітабын оқу 20 минут деп. Оқығаннан кейін обязательно галочка қойып қоясыз, сондай satisfaction болады. Мен істедім деп қарап отырасыз, толды ма, толған жоқ па. Күшті, керемет. Бұл жерде де трекерлер өте қатты көмектеседі. Менде бұрын өте көп жасайтын тұғым трекерлермен прям. Бірақ кейін қойып кеттім. Енді ол біреуге жұмыс істейді, біреуге жұмыс істемейді. Маған жұмыс істемеген нәрсе сіздерге жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ ол жерге табандылық керек. Әрбір мен өткен алдыңғы подкасттарда айтқам, сіз айтқандай су ішуді ұмытып кететін тұғым. Сол кезде барып белгілеп, галочка қойып, мен су іштім деп сөйтіп отыратын тұғым. Бірақ қазірде өте көп әпстар бар. Оны тек қана жазып қана қоймай, сіз кәдімгі телефоннан шықпай-ақ, телефонына белгілеп, галочка қойып, осылай өзіңізді трек етіп отырсаңыз болады. Бұл өте маңызды, өйткені бұл да сіздің жолыңызды көрсетеді. Өйткені көп адам сразу бірден нәтиже көргісі келеді ғой. Ол нәтижеге дейінгі жол, ол ұзақ болуы мүмкін. Сондықтан да сіздер каждый раз өздеріңізге галочка қойып отырған кезде сіздер, мен мынаны жасадым деген бір өзіңіздің бір жетістікке жеткеніңізді бір өзіңізге бір марапат ретінде сондай қабылдауға болады.
Тағы да айтып қандай? кетіңіз, марапат өте тамаша нәрсе, иә. Мысалға өзімізге жоспар қойсақ, сол жоспарға жақындап кеткеннен кейін немесе орындағаннан кейін өзімізді марапаттау керекпіз. Міндетті түрде. Мысалы, егер де сіз мұғалім болып топ жинаймын десеңіз, сол топты өткізгеннен кейін немесе жинағаннан кейін мен бәрекелді, мен күшті жұмыс жасадым деп өзіңізге бір өзіңіз сүйетін нәрсе алуыңызға болады, немесе жеуіңізге болады. Иә, өткенде мынау мотивация туралы подкастта бізде Сәуле ханым айтты, ол жаңағы бір нәрсені жасаса, бір қандай да бір, мысалы өткенде ол подкастта айтқан, мен MacBook алайын деп жатырмын бұйырса деп, уже MacBook'ын алыпты, өткенде Тамаша. бізде бөлісті, бізбен бірге айтады, бір нәрсені жаңағы жетістікке, осындай кішкене жетістіктерге жеткен кезде дейді, мен өзімді бүйтіп құшақтаймын, молодец деп өзімді құшақтаймын дейді да, маған ұнап қалды сол. Несі өзіңді өзің қолдамасаң кім қолдайды ғой бұл жерде. Басқа біреуден жаңағы бір қолдау, бір марапатты күтпей, өзіңді құшақтап, молодец, Әсел, молодец, Гүлмира деп өзіңді өзің осылай марапаттап қойсаң, бұның өзі бір үлкен бір қолдау болып табылады. Сондықтан да өздеріңізді марапаттаудан шаршамаңыздар. Иә. Иә, дұрыс. Тағы қандай? Енді біз алдымызға жоспар құрған кезде біз смартты қолдануымызға болады, иә, әрине де смарт әдісін. Иә, смарт әдісін әр бізде бір арнайы сөз үшін тұрады, яғни ол нақты болу керек, иә. Біріншісі ол S деген, ол жаңағы специфик деген сөз, ол яғни нақты болу керек. Бұл туралы не айта аласыз? Енді бұл оңай негізінде. Біз мысалға отырып алып, мен не істеймін деп. Мысалға менің арманым топ жинау, шынымен де. Мен отырамын, жарайды, мен топ жинау керекпін. Келесі әріпке өтем енді. Бұл өлшенетін болу керек, measurable. Measurable, иә. Өлшенетін. Өлшенетін, саналатын болу керек міндетті түрде. Қанша адам мысалы мен алғым келеді, иә. Қандай қайтадан мен ақшаға оралдым. Дұрыс қой, өте маңызды нәрсе. Қандай сома алам ол адамдардан, иә. Содан кейін attainable, яғни қолжетімді болу керек. Менің қазір мысалға не істеп жатырмын ол үшін? Инстаграм парақшасын жүргізіп жатырмын, иә. Онлайн мұғаліммін. Неліктен мен қол жеткізе алмаймын? Жеткізе аламын. Ары қарай енді реалистик, реалды. Relevant. Irrelevant. Білмеймін. В общем, мен үшін relevant, Гүлмира ханым үшін реалистик. Окей. Енді менде ол, енді менің ойымша ол реальный. Иә. Енді және де ең соңғысы құнды болу керек. Жаңа relevant, реалистик деп жатқанымыз, ол реальный болу керек, құнды болу керек. Қандай да бір сізге құндылығы болу керек. Әрине, ол мен үшін құнды, өйткені ол менің жұмысым. Енді ең соңғысы time bound дейміз, иә. Time bound. Уақытқа байланысты. Мен өзіме қанша уақыт көремін. Мен осы жерде сіздердің алдарыңызда көп нәрсе айтатын болдым. Давайте, шындықтың бәрін жайып салыңыз. Өз-өзіме уәде беріп жатырмын сіздердің алдарыңызда. Топ жинау керекпін. Ішінде хотя бы 4 адам басынан бастап, иә. Өйткені онлайн жинау өздеріңіз білесіздер, иә, ол оңайға түспейді. Сондықтан, иә, басына мен осындай смарт әдісі бойынша топ қалаймын. Топтың ішінде 4 адам болады, және де определен бір суммаға. Time bound деген яғни уақытпен шектелген. Сіз оны жаңа менің мақсатым, мысалы қазір Гүлмира ханым қою мүмкін, менің мақсатым 4 адам жинау, және оны мысалға 50 мың теңге деп ойлайық. 50 мың теңгеден мысалға сонда сіз примерно 200 мың теңге табу бір группадан деген ой болуы мүмкін. Бірақ оны жаңағы уақытпен шектелмесе, Гүлмира ханым, ол жүре береді. Ол келесі декабрьде келген кезде бізге есеп тапсырады, осы кезде әлі жинаған жоқпын деп отыруы мүмкін. Сондықтан да сондай болмау үшін біз міндетті түрде Гүлмира ханым өзіне жаңа уақытпен шектеп қояды өзін. Яғни мен осы 2 аптаның ішінде немесе январдың соңында немесе февральдың басында мен өзіме жаңа группа жинаймын деп өзіне осылай сөз береді, сол нәрсені орындауға тырысады, иә. Бұл жаңағы смарт әдісі бойынша өте керемет, және бұны міндетті түрде қолдану керек. Сонымен қатар бұл жерде смарт әдісіне тағы да қазір smarter деген сияқты әдіс пайда болған. Ол жерде и деген әріп, ол жерде жаңағы ethical немесе ecological деген мағынаны білдіреді екен. Яғни и дегеніміз, ол яғни smart деген жаңағы барлығын айтып шықты, не деген мағына білдіретін. Енді жаңағы ethical немесе ecological деген, яғни ол сіздің любой мақсатыңыз, ол экологичный болу керек, яғни пайдалы болу керек. Тек қана сізге емес, сонымен қатар басқа адамдарға, қоғамға. То есть сіздер жаңағы мақсат қойған кезде, бұл менің мақсатым басқаға зиянын келтірмей ме екен? Бұл менің мақсатым басқа адамдарға пайдалы бола ме екен? Қаншалықты пайдалы болады деген сияқты осындай ойда жүрген дұрыс. Өте маңызды бұл нәрсе. Өйткені тек қана сіз өзіңізді ғана, өз басыңызды ғана ойламай, сонымен қатар қоғамды ойлау керексіз. Қоғамға деген жаңағы contribution деп айтады ғой, жаңағы береріңіз көп болу керек, соны ойлау керексіз. Сонымен қатар жаңағы ең соңғысы smarter дегендегі R деген ағылшынша әріп, ол жаңағы біздің recorded деген сөз екен. Яғни сіз айттыңыз, оны жаңада айтып өттіңіз, яғни ол smarter деген recorded, яғни ол міндетті түрде
қағазға, блокнотқа түсірілген болу керек. Ол міндетті түрде сіздің мақсатыңыз, қандай мақсатыңыз, арманыңыз болса да барлығы қағаз бетіне түспейінше ол орындалмайды. Мен өзім 100% ол нәрсеге сенемін. Өйткені мен өзім жаңағы бір оранжевый әдемі бір блокнотым бар. Менің блокноттың несімін мен любой қандай елге барсам да өзіме бір блокнот аламын міндетті түрде. Қай елге барам, сол елдің блокнотын алып жүремін. И сол блокнотқа мен жаңағы өзім бір оранжевый блокнотым бар. Сол оранжевый блокнотқа жаңағы 100 жазам. Жылдың басында 100 шақтысын жазам да, соны жаңа ойлаймын. Окей, бәрі жазылды, енді бұны жасау керек. То есть, егер де сіздер өздеріңіздің мақсаттарыңызды, армандарыңызды жазбай, тек қана миларыңызда ұстайтын болсаңыздар, оның орындалмауы ықтималдығы өте жоғары болып қалуы мүмкін. Өйткені сіз даже кейбір кішкентай бір мақсаттардың өздерін ұмытып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да біз міндетті түрде оны парақ бетіне, блокнотқа жазып отыру керекпіз. Бұл өте маңызды. Тағы да алып қосарыңыз бар ма? Әрине жоқ, мен өте қағаз бетіне түсіру немесе телефонда сақтау, заметкаларда ол тамаша. Өйткені біз бір уақыттан кейін тексеруімізге болады. Жеттім ба, жеткен жоқпын ба, мен не істедім деп қайта солған оралып жұмыс істеуімізге болады. Тағы осы бір күшті нәрсені қозғап жібердіңіз. Ал егер де мысалға көп адамдар мынандай нәрсе болады, жаңағы итог жасайды ғой, есеп жасайды, жылдық есеп жасайды. Сіздер де жасаған шығарсыздар деген үміттеміз, жылдық есептер жасайды. Сол кезде кейбір адамдар өздеріне көңілдері толмауы мүмкін. Сол кезде не істейді адам? Қалай шығады сол проблема? Ол жаңағы басқа адамдардың бәрі итог жасап жатыр, үйттім, бүйттім, ана жерде кейбір адамдарда мотивациясы төмендеп кетуі мүмкін. Мен бұл жерде дым істемеппін ғой, мен мына жерде жазып қойған едім 20 шақты, 100 шақты мақсатымды ешқайсында орындамаппын деп өзіне деген көңілі толмай қалуы мүмкін. Сол кезде қалай сол жаңағы состояниеден қалай шығамыз? Мысалы, мен ойымша, егер де менде сондай ситуация болса, мен ол мақсаттарымды қайтадан қарап шығушы едім. Және де осы біз айтып кеткен смарт әдісі бойынша, немесе кайдзен бойынша мен ойлаушы едім, бұл маған негізінде керек болды ма? Менің қалауым болды ма? Өйткені көбінесе біз мысалға Инстаграмда да, немесе қоршаған ортамызда адамдарға қарап, басқа адам қалаған нәрсені қалауымыз мүмкін. Мысалға, біреуде көп подписчик болса, менде де сондай болсын деп ойлаймыз. Немесе басқа бір хобби адам жасап жатса, сен де ойлайсың, мен де сөйтейін, мен де жасайын деп. Бірақ сіз ол затты істеген кезде өзіңізге рахат алу керексіз. Бұл ең бастысы. Мен өзім ойлаймын, мен enjoy деген сөзді жақсы көремін. Өте simple, бірақ шынымен де барлық жасаған нәрсені мен рахаттанып істеймін. Сабақ бергенде де, мысалға, мен ешқашанда өзіме ұнамаған, қиын сондай студентпен жұмыс істемеймін, өйткені мен сабаққа рахаттанып, күшті настроениемен келгім келеді. Дұрыс, өте маңызды. Енді сіздер сол мақсаттарыңызды оқып, істемегендеріңізді көрсеңіз, соны қайтадан ойлап шығу керек. Және де қайтадан келесі жылға мақсат қоярда сол мақсаттарыңызды қосуға болады. Және де өзіңізді ешқашанда өзіңізге ұрысуға болмайды. Өзімізді жақсы көру керекпіз. Өйткені Әселханым айтқандай, өзімізді құшақтап, біз өзімізде өзіміз ғанамыз. Өзімізді бағаламасақ, кім бағаламайды? Өзіміз ғанамыз. Өте қандай керемет сөздер. Өйткені мысалы көріп тұрамыз, егер де адам өзін жақсы көрмесе, оның энергиясы оны ештеңемен бөлісе алмайды. Ондай адамнан адам енді қашады, шыны керек. Ондай адамның қасында отырсан, одан негатив алатын тәрізді боласың. Сондықтан бір өзіңді жақсы көріп тұрып, өзіңді сүйіп тұрып, солай іс бастаған кезде барлығы да сіздің қолдарыңызға келетін болады. Сондықтан ешқашан өзіңізге ұрыспаңыз. Уақыт бар. Өздеріңізді критиковать етудің қажеті жоқ, басқа біреулермен опять же салыстырудың қажеті жоқ. Өйткені оның жолы басқа, сіздің жолыңыз басқа болуы мүмкін. И мен всегда айтам, өзім студенттеріме де айтам, тичерлер университеттердің барлығына айтам, біреудің өзіңнің бастапқы жолыңдағы өзіңнің жолыңның басын біреудің соңымен, біреудің орта жолымен салыстырудың қажеті жоқ. Әркімнің өзінің темпі бар. Сонымен қатар, егер де сіздер бұл жерде жаңағы айтып өткенде қайтадан рефлексия жасау керек, рефлексия жасап болғаннан кейін сіз ойланасыз, окей, бұл маған керек болды ма? Значит, ол менікі емес. Значит, біз басында изначально жоспарды дұрыс жасамағанбыз. Яғни жаңағы кайдзен жаңағы системасы планированиесі арқылы, мысалы, сіздер барлығын шығарып, сіздер жаңағы сортировка жасамағансыздар. Бұл менің хотелкам ба, или жаңағы Гүлмира ханым өйстіп жасап жатыр екен, мен де жасай салайыншы деген ой болды ма, сосын сіздер жасай алмай қалдыңыз ба деген сияқты. Немесе сонымен қатар тағы да бір өте маңызды нәрсе, жоспарлаған кезде қатты жоспарға тоже прям қадалып
жабысып қалудың қажеті жоқ. Ол жоспар деген сондай нәрсе, ол жаңағы динамичный және де өте гибкий болу керек. Яғни бір нәрсе болмады ма, келесі жыл. То есть менде бір сондай бір не бар, бір пункт бар жоспарымда. Жыл сайын жаңағы ауыса береді. Жыл сайын 5 жылдық жоспарымда қарайтын болсаңыздар, сол нәрсе ауыса берген. Кейде өзім өткенде өзіме сұрақ қоямын, осы нәрсе неге жаза беремін? Осы маған керек па, керек емес па деп қоямын ғой. Сөйтіп жазам, бірақ қайтадан жазам. Бірақ негізі биыл соны жасап тастау деген ойда тұр, бірақ енді көреміз. Бірақ мен одан мен осыны істемедім деп мен өзімді өзім жемеймін, өзімді өзім ұрыспаймын, критиковать етіп, депрессияға кіріп кетіп, жұрттардың бәрін жаңағы жек көріп кетіп, қызғаныш деген менде ондай жоқ. Просто қараймын да, значит, оны келесі жылға, яғни 2024-ке деп, мен оны 2024-ке қайттан жазып қойдым. Енді көреміз 2024-те бола ма, болмай ма. Сондықтан да егер де бір нәрсе болмай қалса, өздеріңізді жеп, өздеріңізді ұрысып, жаңағы өкініп, олай жасаудың қажеті жоқ. Наоборот, келесі жылға ауыстырып, немесе қайтадан қараңыздар. Маған керек па осы нәрсе? Керек емес пе? Керек емес болса, вообще сызып тастаңыздар да, оның орнына одан да мықты бір мақсат қоюға тырысу керек, иә. Енді мақсаттардың барлығын осылай қойылса, мне кажется, барлығына жетуімізге болады. Главное бұл жерде іс-әрекет. Ол мақсатты жазып қойып, просто жауып қойып, енді мен визуализация жасап қойдым, армандар картасын жасадым, кайдзен арқылы барлығын бөліп тастадым, сортировка жасадым, жазып қойдым деп жаңағы диванда жатуға болмайды. Әрине. Міндетті түрде біз іс-әрекетке көшуіміз керек. Іс-әрекет жасаған кезде ғана біз өзіміздің армандарымызға жетеміз, мақсаттарымызға жетеміз, және өзімізге деген жаңағы рахат сезімі, мен жасадым деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде жаңағы өте маңызды іс-әрекет. Әрекет болмай, береке болмайды. Енді келесі жылды енді ойластырып отырмыз ғой екеуміз. Енді қараңызшы, 2024-те сіздің ойыңыз бойынша қандай, мысалы, осы біздің білім саласында, осы біздің ELT, қауымдастығында в целом қандай трендтер болуы мүмкін? Қандай трендтерді сіз көріп жатырсыз? Қандай нәрселерге сұраныс көбірек болады? Қандай нәрселер уже болмайды? Бұл нәрсе уже медиокр деген сияқты сондай бір ойлар бар ма сізде? Давайте сол трендтер туралы кішкене сөйлесіп кетейік, иә? Енді AI өмірімізге AI бірінші келді ғой. Қатты еніп кетті. Енді мұғалімдер қолданып жатыр. Қазір көбісі қолдана бастады. Чат GPT болсын, мысалы план құруға немесе жоспар құруға, сабағыңызға тапсырма істеуге, мысалы конференцияға барғанда соны көрсетіп жатыр. Қалай тапсырма жасау керек екенін. Сондықтан әрине де ол өмірімізде болады, және де менің ойымша ол қалады, әрі де дамитын сияқты. Иә, дұрыс айтасыз, келісем. AI ол трендтердің бірі. Оны жаңағындай сосын кейбір мұғалімдер, ой, жоқ, мен оны қолданбаймын деген адамдардың өзі оны қолданып жүр. Сондықтан да AI міндетті түрде оны қолдану керек, өйткені ол шынымен де мұғалімдердің жаңағы жұмысын азайтады, өзіңізге деген me time'ды көбейтеді. Сондықтан да егер де жақсылап үйрене алатын болсаңыз, AI өте көп. Ол не только чат GPT, мен примерно 10 шақты өзім AI-ды қолданамын. Өте күшті, керемет, маған көмектеседі. Мен өз уақытымды соған байланысты мысалы дұрыстап алғам. Сондықтан менде ондай ешқандай проблема жоқ. Сонымен қатар VR деген нәрсе бар, virtual reality. То есть бүкіл осы технологияға байланысты нәрселердің барлығы трендте болады. Сондықтан да тезірек үйренсеңіздер, өздеріңізге жақсы, тезірек қолданасыздар, өмірлеріңізді жеңілдетесіздер. Окей, енді тағы да қандай тренд? Сол VR-ды қозғаттыңыз, енді game-based learning. Gamification. Онда енді әртүрлі болады. Мысалға, біз онлайн түрде қолданатын болсақ, ол түрлі сайттар, тақталар, немесе ойын сайттары, сіз сабақты ойын ретінде істей аласыз, әрине олар көмектеседі, өйткені студенттер сондай сабаққа сүйіп қатысады, өте жақсы көреді. Әрине де бір тапсырма орындағаннан кейін анимация шыққанды жақсы көреді. Сондықтан олар да бізде трендте болады. То есть бұрындағыдай жаңа кітапты ашып қойып сабақ өту деген қызық емес. Қазір студенттердің барлығы жаңағы бүкіл адам білет, интерактивный сабақтарды қолданғысы келеді. Көптеген тақталарда айтып жатыр, Мирон айтып жатыр, қазір Canva арқылы. То есть олардың барлығы бұрында да бар, осыдан 5 жыл бұрында мода болған, қазір әрілде сол тренд әлі жалғасып жатыр. Әрі қарай үздіксіз даму үстінде. Сондықтан да бұл нәрсені тоже үйреніп алып, сабақтарыңызда қолдансаңыздар, сабақтарыңызды әдемі етіп, қызықты етіп түрлендіруге көмектеседі. Окей, үшінші тренд? Personalized lessons. Personalized lessons, яғни адамның, мысалы, адамның, немесе студенттің, немесе сіздің клиентіңіздің нақты жаңағы нидстарына байланысты ғой.
қажеттілігіне қарай, то есть біз бұрындағыдай жаңағыдай барлығына келе беретін жаңағы сабақтар немесе план уроклар жасай алмаймыз. Бәріне келеді, осы шаблонмен жұмыс істей бер деген сейчас вообще не работает, это уже проверено. Сондықтан да бұл жерде әркім мысалға келген кезде, бір қандай да бір студент жазылған кезде сіз сұрайсыз, окей, не үшін, қандай мақсатқа, қызығушылықтарын бүкілін барын біліп алғаннан кейін барып, егер де ол жеке сабақта болатын болса, сіз міндетті түрде сол тек қана сол студенттің қызығушылығына, қажеттілігіне байланысты жаңа personalize, яғни сабақтарды жасайсыз осындай. Сондай болып тұрады. Сондай болайын деп жатыр. Ол негізі бұл нәрсе, опять же, жаңалық емес, ол бұрыннан келе жатқан нәрсе, бірақ қазір ол бұл тренд өте ушығып тұр. Өйткені қазір бұрындағыдай жаңағындай 1040 марафондар, әптен уже жаңағы адамдар да шаршады, нәтиже бермейтін, жаңағы предзаписанный сабақтардан, немесе жаңағы просто какой-то бір оңай марафондардан оларға бір нәтиже керек. Сондықтан да бұл жерде кейбір адамдар тек қана маған осындай сферада жұмыс істеймін, осындаған байланысты маған сабақ бер деп келетін болса, біз тек қана бізді өзіміздің программамызды сол адам ғана үшін жасап, осылай жұмыс жасайтын боламыз. Сол тағы да қандай трендтер бар? Жақсы нәрсені айтып кеттіңіз. Тағы бір трендтің түрі, менің ойымша, енді бізде қазір face-to-face сабақтар көбірек болады. Яғни бұрын біз курстарды алатынбыз, видео түрінде жазылған, өзің тапсырма орындайсың, сосын саған бір фидбэк келеді. Бірақ қазір қарап отырсам, курстардың көбісі видео беріледі, және міндетті түрде митинг болады, яғни кездесіп, адамдар сол тақырыпты болсын, мәселені болсын талқылайды. Өйткені біз барлығымыз білеміз, адамға керегі адам, эмоция, сол сабақта алатын энергия. Сондықтан әрине де біздің оқушыларымыз да соны көріп, видео сабақтар көріп қана қоймай, сізге қатысқысы келеді. Сондықтан сол да трендке айналуы мүмкін. Енді менің ойымша ол қазір де болып жатыр. Ол шынымен де уже айналып жатыр, өйткені жаңа айтып өткендей, адамдардың әбден уже шаршады, сағы сынды, ондай жаңа тек қана жазылып қана берілетін сабақтардың мысалға ешқандай пайдасыз екендігін түсінді. Мүмкін ол пайдалы нәрсе, мүмкін ол супер күшті сабақ болуы мүмкін да, ол. Бірақ бұл жерде жаңағы бір нәрсені айтып өтейік, что жаңа көптеген үлкен адамдардың өзі әлі де кішкентай баланың позициясында жүрген адамдар, оларға жаңағы түртіп отыратын, сен жаса деп жаңағы түсіндіріп отыратын адам кейде керек болып қалады. Сол кезде сондықтан да олар өздерінің дисциплиналары болмағаннан кейін ол сабақтарды сатып алса да, қанша қымбат болса да, олар ары қарай өткісі келмей, сол күйі жабылып қалу қаупі өте көп қой, енді жабылып тұрады, сол қарамайды да ол нәрсені, кейін жаңағы нәтиже болмады деп айтады. Бірақ қазіргі тренд шынымен де менің байқағаным, қазір көп жағдайда жаңағы онлайн кездесулерге, бетпе-бет онлайн кездесулерге немесе офлайн кездесулерге қазір өте трендте болып жатыр. Ол видео уроктар қалады, бірақ оған қоса жаңа айтып өткендей, аптасына 2-3 рет немесе 1 рет болса да жаңа кездесу міндетті түрде ұйымдастырылайын деп тұр. Сондай, тағы да қандай трендтер бар деп ойлайсыз, сіздің байқауыңызша? Енді бұл қазір көбісі қолданған, әрине де қолданып жүрміз барлығын. Енді Flipped Classroom менің ойымша келесі бір деңгейге өтетін сияқты. Өйткені мұғалімдердің көбісі топ ашқанда да немесе индивидуалды түрде сабақ бергенде де көп уақыт созғысы келмейді. Мысалға өзіміздің уақытымызды біз бағалаймыз, сондықтан ойлаймыз, мүмкін мен бір материалды бірінші алдын ала жіберіп алам, содан кейін оқушы сабаққа келгеннен кейін біз оны тек қана талқылаймыз. Өзім енді қолданған офлайн кезде, бірақ енді онлайн түрде де қолданамын деп ойлаймын, өйткені шынымен де оңай. Әрине де үлкен студенттеріңіз болса, студентс емес, енді мектеп оқушылары емес, енді үлкен адамдар болатын болса, олар сол тапсырмаларды тиянақтары істейтініне үміттенемін. Дұрыс келсем, бірақ енді бұл да бір тренд болғаны, жаңа келесі деңгейге өтуі мүмкін, бірақ Flipped Classroom'ды мен өзім примерно 10 жылдай тек қана солай ғана сабақ берем. Мен оны үлкендерге де қолданамын, подростықтарға да қолданамын, барлығына қолданамын. Тек қана кидстерге қолданбайтын шығармын болды. Атак оларды тек қана үлкендерге, яғни 4-5 класстан бастап спокойно Flipped Classroom'ды қолдана беру керек. Енді кейбіреулер енді ол туралы біліп жатса, конечно, ол сіздерге бір жаңа бір нәрсе болады. Бірақ өте маңызды, особенно ересектерге сабақ берген кезде осы Flipped Classroom'ды өте қатты көп қолдану керек. Өйткені шынымен де сабақта отырып, бір listeningді жаңағы уақыт кетіріп, немесе сол жерде сабақ кезінде оқып, кейде оқуға болады, бірақ оған уақыт кетіруге қажеті жоқ. Өйткені ересектер бірден сөйлегісі келеді. Олар бірден ағылшынша практиковать еткісі келеді да. Олар жаңағы оқып, немесе грамматиканы 40 сағат мыжып отырғысы келмейді. Олар тек қана сразу сөйлегісі келеді. Сондықтан да сондай нәрселердің бәрін жаңағы назарымызға
ала отырып біз деген сол трендке қарай жұмысты жасауымыз керекпіз. Келесі қандай тренд деп ойлайсыз осы методология жағынан, вообще қандай методиканың түрлері немесе подходтар қандай мысалға тоже трендте болуы мүмкін 2024-те сіздің ойыңыз бойынша? Ой, менің ойымша енді көп нәрселер әрине де ол жылдан жылға созылады, бірақ біз интернет барлық жерде бар. Енді біз интерактивті тақталар қолданғаннан кейін олар дамиды көбінесе, иә, мысалы жаңа айтып жатырмыз game based learning. Бірақ енді методикаға келетін болсақ, енді менің ойымша енді lexical approach, communicative, енді олар ешқайда кетпейді, қасымызда. Мен осы жылдан бастап догмені продвигать ететін шығармын деген. Енді догма деген ол жаңағы тек қана аутентичный материалдардың қолдану арқылы бұл жерде жаңағындай кітапсыз, мүлдем кітапсыз, тек қана аутентикалық материалдарды қолдану арқылы. Енді мен өзімде осы 10 жылдың көлемінде тек қана аутентикалық материалдарға жаңағы негізделген қаншама курс жасағам, оның ішінде speak up болсын, прокачай свой английский болсын, жаңағы New Year Better Me, то есть өте көп. Және бізде бірақ көбісі жаңағы көптеген мұғалімдеріміз тек қана кітаппен, жаңағы outcomeспен, немесе English Filesқа жаңағы опять жатып алған, тек қана соны ғана қолданады, былай басқа жаңағы подходтардан қорқады. Бұл жерде догмаде жаңағы сіз ешқандай тек қана сабаққа келесіз, немесе сіздің жаңағы айтқан әңгімеңізге байланысты болады сабақтың барлығы. Мысалы, сіз келесте маған айтасыз, менде осындай бүгін настроением болмай тұр, не болып қалды, менің осындай мысалға итім осындай ауырып қалды десе, сол сабақ тек қана сол туралы болады. То есть ешқандай кітап керек емес, соның ішінде жаңа emergent language кетеді, барлығы соның ішінде кетеді. Өте керемет, сондықтан да бұл енді бұрыннан келе жатқан подходтар, әдіс тәсілдер, ол бір жаңа нәрсе емес, бірақ енді бұл қазіргі жағдайда енді lexical approach енді өткен жылдан бері енді бізде Қазақстанда прям өте қатты прям белгілі болды. Қазір жұрттың бәрі жаңағы lexical approach десе жаңағындай бір жаңа бір нәрсе сияқты емес көрінеді, бірақ ол деген подходтардың ішіндегі ең жаңасы, бірақ оған да уже примерно 30 жылдай болып қойған. Все новое, это давно забытое старое дегендей ғой. Сол. Тағы да қандай трендтердің бірі, сонымен қатар, мне кажется, жаңағы problem solving skills, critical thinking skills, жаңағы soft skills'ты дамыту өте маңызды болады. Одан сайын жаңағы дамиды бұл нәрсе, келесі деңгейге өтеді. Яғни бұрында soft skills'ты студенттердің арасында дамыту керекпіз, адамдардың бәрі критический мышлениесі мықты болу керек, жаңағы проблеманы шеше алу қабілеті де өте жоғары болу керек деп айтып қана қоятынымыз, бірақ бізде көп жағдайда жаңағы мектептерде болсын, университетте болсын, ол сол тақырыпқа байланысты, сол дағдыларды дамытуға байланысты еш нәрсе жасалмайтын. Жасаса да жаңағы кейбір продвинутый мұғалімдер болады, қалғандары ол нәрсені жасауға уақыттары да болмайды. Өйткені жаңа программа бар, мектептің программасы сол ғана. Сондықтан да бұл осы жылы 2024 жыл мына опять же интернеттің дамуы, интернеттегі өте көп информация, оның ішіндегі фейк информациялар өте көп болғандықтан қазіргі заманда именно soft skills'ты дамыту өте маңызды, особенно жаңа кішкентай балаларда, студенттерде, үлкендерде де. Сондықтан да, мне кажется, бұл тренд ешқашан қалмайтын сияқты. Өйткені жаңағы шындық пен өтіріктің арасын ажырату қазір барған сайын қиындап бара жатыр. Сондықтан да бізге бұл жерде критическое мышление, critical thinking өте керек. Сонымен қатар басқа да soft skills'тар өте маңызды. Сондықтан да қазіргі кезде 2024-те студенттерде болсын, балаларда болсын, барлығында осы қабілеттерді дамыту бірінші орында болады деген ойдамыз. Келісемін. Иә. Керемет, тағы да қандай трендтерді? Енді өзімізге методика жағынан емес, өзімізге келетін болсақ, осы Instagram дейміз, менің ойымша қазір event маркетинг үлкен орын алып жатыр. Яғни өзімізде көріп жатырмыз, көптеген адамдар, мұғалімдер өздерінің ортасын жинап, бір event өткізіп, сол жерде өздерінің личный брендтерін қалыптастырады, дамытады, немесе бір жаңағы одан да қымбатырақ бір курсын сатады, менторствосын сатады. Бұл нәрсе негізі бұл нәрсе тоже тренд деп айтып отырмыз ғой, бірақ ол бұрын болып қойған нәрсе. Опять же біз айта берсек, өйткені оны ресейлік біздің әріптестеріміз уже әбден жасап уже табанын тоздырған, бірақ бізге Қазақстанға енді келіп жатыр ол нәрсе, жаңағы event маркетинг деген. Ол жерде енді мысалға кішкентай қауымдастықтың ішінде ойлайтын болсақ, мысалы өзі қауымдастық қандай да бір орта өзінің адамдарын жинайды, ол жерде ол ақылы болуы мүмкін, ақысыз болуы мүмкін, сөйтіп жаңа бір өздерінің бір ортасын құрып, солай бірге дамиды. Сондай да осындай трендтер
осы 2024-те болайын деп тұр. Енді Иә. одан да басқа трендтер болуы да мүмкін, өйткені AI-дың өзі бізге деген жаңағындай жарқ етіп өткен жылдың октябрінде ме, ноябрінде ме келді. Енді көреміз 2024-те тағы да қандай трендтер пайда болатын. Бірақ, сонымен қатар тағы да бір трендтердің бірі ол жаңағы lifelong learning. Иә, Иә. әрине. Не айтасыз бұл туралы? Тамаша. Өйткені оқу ол ешқашан никогда не поздно. Да, ешқашан. Егер де сіз бастап кетсеңіз, барлығын біліп алдым деген ол қағиданы мен кішкене түсінбеймін, өйткені адамның үйренетін заты көп болуы мүмкін. Мысалы, мен де әлі күнге дейін мен де ағылшын тілін үйреніп келе жатырмын, мен де методиканы үйреніп келе жатырмын. Әр күн сайын мысалға жаңа пайда болып жатқан сайттар болсын, AI көмекшілер болсын, соларды да зерттеп қолданып көріп жатырмын. Оның барлығы lifelong learning, иә. Иә. Ересектер оқиды. Ол ұят емес. И және ол тренд. Осы жылғы 2024-нің тренді ол lifelong learning, яғни өмір бойы даму, өмір бойы оқу. Өйткені бәрін білем деген адам дым білмейді деген күшті бір сөз бар. Сондықтан да 2024-те өте керемет дамимыз деген ойдамыз, және де барлық өзіміздің жоспарымызды, армандарымызды орындаймыз. И келесі жылы менің осындай армандарым орындалды деп өзімізге керемет бір есеп береміз деген ойдамыз. Және де сіздер де осы подкасттың жаңа астында комментарий бөліміне жазып кетіңіздер, қандай мақсатыңыз орындалды, өзіңіздің өткен жылғы есебіңізге қараңыз, мақсаттарыңызға қараңыз, не орындалды, бәрін есептеп жаңағы өзіңіз рефлексия жасап жазып кетсеңіз болады. Бізде қарап отырайық, мақтанып көріңіз сол жерде. Иә, тағы қосарыңыз бар ма? Енді өздеріңізге біз айтып кеткендей, well-being ол өте маңызды, сондықтан өзіңізге ұрыспаңыз. Сіздер барлығын дұрыс істеп жатырсыздар, және де осы алдыңғы 24-ші жылға қойған мақсаттарыңыз міндетті түрде орындалады деп сенемін. Өзімнің де мақсаттарым, сіздің де мақсаттарыңыз, Әсел ханым, барлығы орындалады, өйткені ең бастысы бізге жұмыс істеу керек. Ақырындап болсын, бір кішкентай степ бай степ болсын, соған жетуімізге болады. Және де жете аласыздар. Мен сіздерге сенемін. Мен сіздерге сенемін. Қалай кетті? Иә, біз сіздерге сенеміз. Сондықтан да келген жаңа жыл құтты болсын, жақсылық болсын, аманшылық болсын, армандарымыздың барлығы орындалсын, жоспарларымыз да жүзеге аса берсін. Келесі кезекті подкастымыздың келесі бөлімінде кездескенше сау, сәлемат болыңыздар. Иә. Ура! Деген сыбар құтты болсын.